Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алаш Аландар қозғалысынан, билер одағынан Қазақстан. Мына үндеуімді Қазақстанның өнер саласында жүрген аға бауыр, әкпе қарындастарыма жолдағым келіп отыр. Құрметті өнер саласында жүрген бауырларымыз, мына енді жаратушы иемнің қалауымен сіздер өстіп мына халықтың алдына шығып жүрсіздер, бастарыңызға бақ қонып отыр. Бірақ енді сіздерге айтып кетерім, бір нәрсені ұмытпаңыздар. Енді халықтың алдында жүргеннен кейін ол көптеген үлкен жүк мойындарыңызда, арқаларыңызда тұр. Ол не деген кезде сіздерге қарап, қазір кезде өсіп келе жатқан біздің ұл қыздарымыз, жастар сіздерге қарап, сіздерден өмірлік тәжірибелеріңізге қарап, жүріс тұрыстарыңызға қарап тәрбиеленіп жатыр қазір кезде. Сіздер не киесіздер, не ішесіздер, не сөйлесіздер, соның бәрі олардың қазір түгел миларына сіңіп, сол сіздердің істеген істеріңізді қайталайды. Сол үшін сіздерден үлкен өтініш, мына қазір кезде енді мына жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Соған сіздерде ат салсыңыздар. Мына ең бірінші сөзіміз түзесек, айтып жатқан сөзімізді ең бірінші өз ана тілімізде қазақша сөйлесеңіздер, үлкен өтініш. Екінші, мына қазақи идеологияны сіздер жақсылап өсіп келе жатқан балаларымызға сіңдірсеңіздер, ол мына киіп жатқан киімдеріңіз үлгісін қазір мына қазақи киінсеңіздер, мына қазір неше түрлі жақсы киім, қазақша киім тігіп жатқан қарындастарымыз, әкпелеріміз бар. Соларға тапсырыс беріп, жақсы қазақи үлгіде киімдер кидіріп тіксеңіздер. Сахнада өздеріңізді дұрыс ұстасаңыздар. Мына енді жақында өзіміз бәріміз куә болдық. Ирина Кайратовна деген бауырларымыздың концертінде әндеріміздің орысша балағаттап сөйлеп, қазақ туымызды балағаттап, өсіп келе жатқан балаларымызға жаман сондай тәрбие үлгі көрсетіп, өте үлкен сынға кетті. Сондай болмас екен дейміз. Қазақтың туы ол бүткіл ұлттың намысы. Сол үшін ол мұндай ұлттың намысын қорлауға ешкімнің жол бермейміз. Ондай адамдар қатаң жазалану керек. Сосын мына Кәмшат сияқты қарындастарымыз үлгі киімдеріңізді дұрыстап кисеңіздер екен, үлкен өтініш. Енді ол Кәмшат деп отырған, енді Кәмшатқа қарап басқа да қарындастарымызға айтып отырмын. Сіздер қазақтың қыздарын бүткіл әлемге көрсетіп танытып жүрсіздер. Сол үшін өте қысқа тырыстырып киген киімдеріңіз өте дұрыс емес деп ойлаймын. Енді сөз жоқ, фигураңызда, басқа жерлеріңізде өте әдемі. Оны тек қана өзіңіздің жарыңыз көру керек. Сол сіздерге өтініш, жақсы қазақи ұзын киім кисеңіздер, өсіп келе жатқан қыздарымызды жақсы үлгі көрсетіп, дұрыс жағына көрсетсеңіздер. Ұлттық идеологияны құю үшін, енді қарасаңыздар, енді өзімізді алсақ, бізде жас болдық. Біздің кезіміздегі жастардың бәрі, енді Шварценеггер, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамды көріп өстік. Соның арқасында бәріміз спорт қуалап өстік. Біздің кезіміздегі жігіттердің бәрі өте мына жаңағы спортивный дейміз ғой, сондай түсінікпен, сондай жақсы идеологиямен сондаймен өстік. Мына Мұстафа Өзтүрік деген ағаларымыз келіп қандай үлгі тәрбие беріп кетті. Сол сияқты ертеңгі күнгі Қазақстанның болашағы сіздер, көбінесе сіздер жасайсыздар.
ертең қазір өсіп келе жатқан жастар ертеңгі күні Қазақстанның болашағы. Мына 91 деген сияқты группалар солар сіздерге қарап біздің жаңағы ұл-қыздарымыз шаштарын бояп, Корей үлгісінде жаңағы еліктеп, құлақтарына сырға салып, басқа адамна қазір ЛГБТ деген жаман ұйымдарға қосылып кетіп жатыр. Енді ол да үлкен сын. Ол енді өз артын қорғай алмаған ол жігіт, ол ертеңгі күні жерінде қорғай алмайды. Сол үшін кішкене сіздерде өздеріңіздің мына істеп жатқан іс-әрекеттеріңізді дұрыс жаққа, қазақи идеология жаққа кішкене бұрсаңыздар. Сол құрметті өнердегі бауырларым, мына енді үлгі алсаңыздар, мына Димаш Құдайбергеновтен алыңыздар. Сол Димаштың арқасында қазіргі кезде бүткіл әлем қазақша үйреніп жатыр. Бүткіл әлем қазақи киімнің үлгісін қазір кидіріп жатыр. Қазақтың домбырасын қазір бүткіл әлемге паш көрсетіп жүр қазір. Сол сияқты мына біздің арамызда болған мына алашаландар қозғалыстың арасында жүрген мына Әбу-Насыр Серіков Әбекен бауырымыз мына ақиқат айтып халықтың арасында өзінің ер азамат екенін көрсетіп жүр. Сол сияқты Нұрлан Албан бауырымыз да өзіміздің топта болған қазақтың қиын сын кезінде ақиқат айтып жүрген бауырларымыздың бірі. Сол сияқты халықтың алдында жүргеннен кейін, халықтың қалаулысы болғаннан кейін, сіздердегі мойындарыңыздағы жүкті дұрыс алып жүрулеріңізге үлкен өтініш. Қазақтарға қазақи идеологияны бәріміз бірігіп көрсетейік, бауырлар. Сол енді қазақша сөйлеңіздер, қазақша киініңіздер, қазақша үлгі көрсетіңіздер, салт дәстүрді айтып жүріңіздер білген жерде. Жүріс-тұрыстарыңызды, сөздеріңізді дұрыстаса екенсіздер. Сол сіздерге өтініш. Дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сәлеммен, Ермек Албан. Рахмет.